Достар, сәлем, менің есімім Жанар, менің каналыма қош келдіңіздер деймін. Жалпы мен бұл каналда шетелде өмір сүру, шетелде білім алу, қалай шетелге көшіп кету деген сыңайлы тақырыптарды қозғаймын деп айтқан болатынмын. Бірақ тағы да естеріңізге салғым келеді. Менің мақсатым Қазақстаннан кетіп қалу немесе бір шетелді жарнамалау ондай емес. Жалпы кім барғысы келеді, кім көргісі келеді, соларға дұрыс, сенімді ақпарат беру. Ендеше бастаймыз. Менің бүгінгі айтқым келгені, қалай біз шетелге оқуға бара аламыз. Яғни неге оқуға деп отырмын, өйткені оқуға бару бұл ең бір ыңғайлы жолы шетелге барып виза алудың. Яғни оқу визасы арқылы сізге көптеген көмек болады. Сіздің жатақхана беріледі сізге, яғни тұратын орныңыз шешіледі, кішкене болса да стипендия беріледі. Сонымен қатар яғни визаның өзі бірнеше жылға беріледі. Бұның барлығы үлкен көмек. Бұл бағдарламаларды біз кез келген интернетті ашып, Google-ға яғни жазып, сол бағдарламалар табуымызға болады. Бірақ ең дұрысы халықаралық бағдарламалар орталығының сайтына кіресіз, сол жерде түрлі мемлекеттердің түрлі саны жетеді, тіпті артылады. Мемлекеттердің ұсынып отырған гранттарын қарайсыз, сол гранттарға кіресіз, басасыз, қандай мамандық, қандай стипендия, не береді, не бермейді, қанша жылға виза, оның барлығын сол жерден табуыңызға болады. Содан кейін өзіңізге енді қалап отырған мамандығыңызды мемлекетіңіз таңдағаннан кейін солармен хат алмасу процесін бастайсыз. Хат алмасқанда бірден мен осындаймын демейсіз. Ана жерде белгілі формулар тұрады, соларды толтырасыз, көбі мотивационный хат сұрайды. Сонымен қатар енді түрлі медициналық анықтама қағаздарын сұрайды, оның барлығы процесс бойынша шешіледі. Әрине қиын, оңай деп айтып отырған жоқпын, өйткені ағылшын тілін, мен мысалы өзім ағылшын тілін білген жоқ, маған көмектесті адамдар қасында, яғни қалай оның барлығын ағылшынша толтыру, енді Ресейден басқасының көбі ағылшынша сұрайды. Қалай толтыру, сол бір рет қана әр кетсе бір апта сіз сол құжаттардың барлығын жинап алғаннан кейін ол сізге өмір бойлық бір азық болады, айтсам болады. Яғни мемлекетті, грантты барлығын таңдадыңыз делік, содан кейін не істейсіз? Содан кейін жаңағы солармен хат алмасу, барлық процесстерді бастадыңыз, мотивациялық хатыңызды жаздыңыз, барлығы дұрыс, бір 2-3 айдың көлемінде сізге жауап келеді, өттіңіз немесе өтпедіңіз деген. Мен сіздерге беретін кеңесім, қазірден бастап интернеттен барлық осындай гранттар жөнінде ақпаратты іздеу керек. Көбіне басталады, яғни заявка беру уақыты көбіне осы қаңтар, ақпан айларында басталады, наурыз, сәуірде көбінің дедлайндары бітеді. Осы 2-3 айдың аралығында қазірден бастап дайындалып, қандай мемлекетке бір application жасап дайындап қойсаңыз, өзіңіз туралы ақпараттың барлығын жинап қойсаңыз, соны бірнеше мемлекетке, бірнеше грантқа сіз яғни бере беруіңізге болады. Оның барлығы тіпті солай ыңғайлы жүре береді, оны ешқандай уайымдап қорқатын ештеңе. Енді әңгіме тек сөз болмау үшін мен бір өзімнің бағдарламам жөнінде айтқым келіп отыр. Стипендиум Хунгарикум деп аталады бұл бағдарлама. Сол сайтына кіріп көрсеңіз болады, қандай талаптары бар. Көптеген мемлекеттерге, дамушы мемлекеттерге гранттар санын ұсынады. Қазақстанға жыл сайын 250 грантты Венгрия үкіметі өзінің тарапынан оқытып шығады, 250 баланы жыл сайын. Бірақ оның көбі келеді, осында оқиды деп айта алмаймын, кетіп қалатындар да бар. Ұнамай, басқа бол, қиын болып, бірақ енді оның барлығы өзіңізге байланысты. Сондықтан осы мен шын айтсам, барлығыңызды, мені көріп отырған адамдарды расында да кім шетелге шыққысы келеді, ешқандай ақшасыз, ағылшын тілін білмей, мен осы Мажарстанға шақырар едім. Өйткені Мажарстанда айтарлықтай Еуропаның басқа мемлекеттеріне қарағанда арзандау. Енді үй жағы әрине қымбаттау, бірақ дегенмен де салыстырмалы түрде арзандау. Тілі бізге ұқсас, қазақша білетіндерге тілді үйренуде ондай қиын болмайды. Халқы өте қарапайым, қонақжай, өзімізге ұқсайды, кейбір тұстары бар, енді бірақ европалықтар ғой бұларда. Сондықтан бір менің өзіме жаныма жақты осы Будапешт қаласы. Сондықтан кімге расында да өміріне бір өзгеріс алып келгісі келеді, расында да бір Европада оқығысы келеді, немесе жұмыс істегісі келеді, мен осы мемлекет жөнінде бір сіздерге рекомендация дейді ғой, кеңес берер едім. Енді мен қазір тек қана гранттар, оқу бағдарламалары жөнінде айтып жатырмын. Жалпы
оқусыз да басқа жолмен әрине келуге болады, шетелдерге шығуға болады. Мысалы Түркияда өздеріңіз білесіз, 90 күн бойы визасыз Қазақстан азаматтары жүре алады. Енді қарап жүрмей сол уақыттың өзінде жұмыс іздеп, жаңағыдай басқа құжаттарыңызды реттей берсеңіз, әрине бұл яғни варианттың да болуы ықтимал. Енді егер басқа Европаға, ақш-қа, басқа мемлекеттерге оқу визасынсыз қалай барам десеңіздер, бұл жерде интернеттің көмегімен интернетке жүгіне аласыздар. Ең бірінші қандай мамандық бойынша жұмыс істегім келеді, кім болып жұмыс істегім келеді деп өзіңіздің салаңызды табыңыз. Егер ағылшын тіліңіз немесе сол қажетті сіздің деңгейіңіз, білу деңгейіңіз төмен болса, әрине сіз түрлі яғни салалардан, төменгі салалар деп айтайықшы, бастауға болады. Ол отель бизнесі, немесе клинингтік сала, немесе почта, түрлі складтар бар, жаңағы сканерлеп тұрады тауарларды. Сондай салалардан бастауға болады. Оның ешқандай да ұяты жоқ, өйткені сондай саладан бастап ары қарай түрлі өзіңіздің қалаған мамандығыңызға келесіз. Мен мысалы өзімде неше жылдан бері, 10 жылдан бері журналистика саласында жұмыс істедім, бірақ ең бірінші 4 жылға кетеді осы жыл шетелде тұрып жатқаныма. Әрине мен журналист болып жұмыс жасап кетпедім бұл жерде. Ол өте қиын, мен қағазбен жұмыс жасаған жоқпын, өйткені мен тіл білмейтінмін. Енді бара-бара, мен түрлі жаңа өзім айтқандай төменгі сатылардан жұмыс жасап көрдім, көп адамдармен таныстым. Сондықтан оның ешқандай бір намысы, қиындығы жоқ, оның барлығы тәжірибе, оның барлығы бір бағалы өзіңіздің багажыңыз, яғни өзіңіздің құнды заттарыңыздың қатарына қосылады ертең. Сондықтан осылай көру керек. Интернеттен резюме толтырардың алдында, мысалы агенттіктерге жүгініп, ақша төлеп қажет жоқ. Интернетте түрлі резюменің ағылшынша, басқаша шаблондары тұр. Соны алып, толтырып, яғни HR-ларға тікелей хабарласуыңызға болады. Немесе осы жерде оқып жүрсеңіз, мәселен студент болсаңыз, или басқа да жұмыспен келген болсаңыз, түрлі жұмыс вакансия көрмелері болады, соған қатысуға болады. Мен өзім солай істейтін, бірақ қазір енді пандемия жағдайында ол көбіне ыңғайсыздау, ондай шаралар өтпейді, көбі онлайн өтеді. Немесе Фейсбукта түрлі топтар бар, сол жерде отырып, солар арқылы хабарласып көруге болады. Жұмыс берушілердің, олардың яғни шарттары әртүрлі, сізге ұсынатын дүниелер де әртүрлі. Мәселен, кейбіреулері жұмыс береді, сонымен қатар сізге тұрғын жер береді, кейбіреулері түскі ас береді деген сыңайлы, кейбіреулері жаңа страховка көбінде жүреді. Сондықтан бұның барлығы жұмыс берушінің шарттарына және сіздің қалауыңызға байланысты. Шетелге бару, шетелде өмір сүру, бұнда бір келу, ол ешқандай қиын емес. Сіз ойлағандай, біз ойлағандай ешқандай қиындығы жоқ. Қазір барлығы интернетте тұр. Сондықтан Европада егер өмір сүретін болсаңыз, Европаның өзге мемлекеттеріне осы ішінде қыдыру өте арзан. Мен сізге айтайын, Италияға 2300 теңгеден билеттер басталады. Яғни сіз мынандай 8 килограммдық, 10 килограммдық сумкаңызбен Италияға ұшып барып келсеңіз, сол 2300 теңгеден билеттер басталады. Бұл өте ыңғайлы менің ойымша. Сондықтан бұл жақта өмір сондай әрине бір ертегідей керемет емес, бірақ жақсы тұстары, адам танитын, адам үлгі алатын, немесе адам бір өзіне қосымша дүние алатын тұстары өте мол. Сондықтан қандай елге барам десеңіз де сол армандарыңыз орындалсын дегім келеді. Мені қарай жүріңіздер, тыңдай жүріңіздер. Сіздерге қажетті ақпараттарды мейлінше молырақ беруге тырысамын. Сіздермен бірге болған Жанар, аман, есен болыңыздар.